өз бетінше ізденген адамдар ол көп жерде қателеседі. Неге? Себебі өз бетінше деген нәрсе оның ұстазы шайтан болады деген пайғамбарымыз. Ал сүннеттік бағыттағы ғалымдардың бәрі айтқандардың бәрі дұрыс болып келе жатыр осы күнге шейін, ақыретке шейін дұрыс болып шыға береді. Неге? Ол айтып жатқан сөзін өзінің ұстазынан алған. Ұстазында ұстазы бар. Жоғары қарап сол тізбекті қарайтын болсаңыз, басында пайғамбарымыз тұр. Ал бұл бауырларымыз қарап отырсақ, алдыңғы көп айтқан сөздерінен қазір қайтып жатыр. Неге? Мен оны түсінемін мама ретінде. Себебі адам өз бетімен ізденген кезде сондай көптеген қатеге жол беріп қояды. Оның басқа да қырларын айтқан кезде ол сөздерінен қайтып, бәріміз қателесеміз, бәріміз пендеміз ғой демен шектеліп жатыр. Ал демек, бұл дін деген ондай қателесетін мәселе емес, нақты сөйлену керек, және оған адамдар амал істейді. Ол келесі жыл, өткен жыл айтқаным қате екен деп айтылмайды дінде. Ол жеті өлшеп бір кесетін мәселе ғой, шариғат мәселесі. Сол үшін сондай өз бетімен ізденген адамдардың артынан жүрген адамдарда көбісі сондай жат ағымға кетіп қалған бірде бір себебі осы.